Баршаңызға қайырлы күн достар. Сіздермен Гүлжанат. Бүгін сіздерге үй жағдайында лаваш дайындап көрсетем. Ол үшін бізге қажет ингредиенттер: ұн, ыстық су қажет, сұйық май және де тұз. Ең алдымен ыдысқа ыстық қайнаған суды құямыз. Оның үстіне тұз және де сұйық май саламыз. Жақсылап тұз ерігенше араластырамыз. Қасықпен араластырыңыздар әзірше, өйткені су қатты ыстық. Енді оның үстіне електен өткізіп ұнды саламыз. Алдымен қасықпен осылай араластырып, кейін қолмен жаңағы қамыр жасаймыз. Енді біздің қамырымыз дайын. Таза целлофанға салып, шамамен 30 минутқа бөлме температурасына қойып қоямыз, иі қануы керек. Қамырды целлофаннан шығарамыз. Оны бірнеше бөлікке бөлеміз. Сіздің табағыңыздың диаметріне байланысты. Менде табақ кішкене үлкендеу, 28 сантиметр диаметрі. Сол себептен мен бұл қамырды шамамен 6-7 бөлікке бөлемін. Егер сіздерде диаметрі кішкентай болса, онда оны одан да аз бөлікке бөлуіңіз керек. Қазір біз әрбір бөлікті өте жұқа қылып дөңгелетіп жаямыз. Кәдімгідей мөлдір болып тұру керек, жұп-жұқа қылып жаюымыз қажет. Мінекей лаваштың қамыры өте жұқа, мөлдір болып шықты. Енді осыны алып, қызып тұрған құрғақ табаға саламыз. Табаны алдын ала мен қыздырып қойдым 5-10 минут бұрын. Ешқандай май құйған жоқпын. Міндетті түрде қатты қызып тұру керек. Оттың асты орташадан сәл ғана жоғары болып тұру қажет. Енді осылай ыстық табаға саламыз. Екі жағынан біз пісіруіміз керек. Қараңыздар, піскен кезде астыңғы жағы осылай кішкене жаңағы қоңырқай нүктелер пайда болады. Екінші жағы да дәл солай пісіріп аламыз. Содан соң оны бөлек жаңағы ыдысқа салып, үстін сумен жағып шығамыз. Судың температурасы маңызды емес, мен салқын сумен жағып шықтым. Суды шашсаңыздар да болады, және де міндетті түрде кеуіп қалмас үшін жаңағы сүлгімен жауып қойыңыздар. Мінекей бізде лаваштан бірнеше дана шықты, өте жұмсақ, әдемі, дәмді, үй жағдайында дайындалған лаваш өте керемет дәмді болады. Міндетті түрде жасап көріңіздер, сіздерге ұнайды деген ойдамын. Тез дайындалады байқағандарыңыздай, және де көп құрамды қажет етпейді. Мен бұл лаваштан кішкентай мини донер жасадым. Негізі донердің рецепті менің каналымда бар. Сіздерде жаңағы дәл солай жасасаңыздар болады, жай ғана нан құсатып жесеңіздер де болады. Мен донер жасау үшін осылай қызанақ, әртүрлі көкөністерді салдым. Міндетті түрде ірімшікті салам, және де қуырылған етті салдым. Одан соң әдемі қылып орадым. Лаваш өте жұмсақ, жақсы болып шықты. Ең басты лавашты пісірген кезде көп ұстамаңыздар табада. Кішкене қоңырқай түс шыққан кезде бірден табадан түсіреміз. Достар, менің каналыма тіркелген соң, мына жерде қоңыраушаның суреті бар, колокольчик, соны басып, все дегенді таңдаңыздар. Сол кезде мен әрбір салған рецепттерімді жіберіп алмайсыздар. Және де жоғарыда плейлист деген бөлім бар. Егер соны бассаңыздар, бұл жерде ыстық тағамдар, тәтті тағамдар, таңғы ас, екінші тағамдар, салаттар, сорпа барлығы тақырыпшаларға бөлініп жасалған. Міндетті түрде егер қандай да бір рецепті іздейтін болсаңыз, осы плейлисттен оп-оңай таба аласыз. Барлығыңызға сәттілік тілеймін.